Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді сіздерге мен бүгін Google Дискта тұрған өзіміздің мәліметті қалай цифрлық жүйеге айналдырамыз, яғни QR мен қалай жасай аламыз, сол туралы айтып өтейін. Мысалға, мынау басынан бастайық. Google'ды аштым. Google'ды ашқан кезде менде Google Диск міне мысалға. Google Диск ашылып тұр. Көріп отырсыздар. Осы жерде мысалға көркем әдебиеттер тізімі. Осы көркем әдебиеттер тізімі деген құжатқа мен QR жасауым керек. Сол тұрған мәліметтің, сол құжаттың үстіне барып, мишканың тінтуірдің, яғни оң жағын басамыз. Басқан кезде открыть доступ деп тұр, үшінші тұрғаны. Осы доступты басамыз. Басқан кезде мынандай терезе ашылады, міне бәріңіз көріп отырсыздар. Осы жерде бізде доступ ограничен деп тұрады мына жерде. Соны сіздер өзгертесіздер. Ссылка есть дейді, яғни кімде осы сілтеме бар, сол адам аша алады. Ал мына жағындағы белгіше қарасаңыздар, оқырмандар, комментатор немесе редактор аша алады деген сөз. Яғни бұл жерде оқырман дегенді басасыздар, читатель. Содан кейін осы терезеден шығып кетпей тұрып, сілтемені көшіріп аласыздар. Астында көк жазумен сол жақ астында тұр. Сілтемені көшіріп алдық. Енді сілтемені көшіріп алғаннан кейін ары қарай не істейміз? Сілтемемізді алдық. Енді қайтадан Google'ды ашамыз да сол жерге создать QR-код онлайн бесплатно деген жазамыз. Google'ға солай өздеріңіз теріп жазасыздар. Создать QR деп жазсаңыздар өздері шығады. Сол жерде бірінші тұрады бесплатно онлайн генератор QR-код деп. Осыны басасыздар. Басқан кезде мынандай сайттың беті ашылады. Сол жерде сайттың бетінде мына жерде өзінде жазулар тұр. Оларды өшіріп тастаймыз, ол бізге керегі жоқ. Сіздерге көрнек болу үшін мындай көтеріп қояйын. Осы жерге өзіміздің жаңағы көшіріп алған сілтемемізді, яғни құжатымыздың сілтемесін әкеп қоямыз. Қою үшін сол жерге апарып оң жағын басып мишкамыздың, содан кейін ставить етеміз. Міне, ставить етілді. Тура соның оң жақ астында обновить деп тұр. Обновитті бассаңыздар, мына жердегі тұрған QR-дың бейнесі өзгерді. Осыны скачать етіп аласыздар. Осыны скачать етіп аласыздар да, содан кейін осыны телефондарыңызда дайын программа бар. Сонымен ашып көресіздер.